Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі музыка, мультфильм нұсқасымен салыстыру. Адам балық әңгімесі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Адам балық әңгімесінің авторы кім? Екінші сұрақ. Орыс тілінен қазақ тіліне мәтінді аударған кім? Үшінші сұрақ. Адам балық әңгімесінің басты кейіпкері кім? Жарайсыңдар оқушылар. Адам балық. Жалғасы. Екеуміз менің тұлпарыма мініп серуендер едік қой шіркін. Теңіз тұлпары дейді. Ол не пәле дағы? Дельфин. Өзім ғой оны үйретіп алған. Дауыл бірде оны жағаға шығарып тастаған екенде, қанатын қатты жаралап алыпты. Мен оны сүйретіп әкеп, суға қайта түсіргем. Ол жүзе алмады. Демек, қорегін тауып жей алмайды деген сөз. Мен оны ұзақ, 1 ай бойы балық беріп асырадым. Сол уақыттың ішінде ол маған үйреніп қана қоймай, тіпті үйір болып кетті. Біз достасып алдық. Басқа дельфиндер де мені біледі. Ал теңіз бетінде дельфиндермен қосылып асыр салу деген ғажап. Толқындар, шашыранды су, күн, жел, шуыл. Теңіздің түбі тіпті тамаша. Өзіңді көгілдір ауа ішінде жүзіп жүргендей сезінесің. Тып-тыныш. Денеңнің салмағына шейін білінбейді. Ол мейлінше еркін, жеп-жеңіл. Қалай қимылдасаң да еркін. Менің теңізде талай достарым бар. Мен сіздің құстарды жемдейтініңіз тәрізді кішкене шабақтарды жем беріп асыраймын. Ал олар үйір-үйірімен соңымнан қалмай шұбап жүреді. Енді сен маған мынаны айтшы. Сен неге тентектік жасадың? Балықшыларды ренжіттің. Олардың ауларын қиып, қайыққа түйілген балықтарын аударып тастадың. Өйткені олар балықты шектен тыс көп аулады. Жеулеріне жетерліктей ғана алмады. Оларға не жер бетіндегі құс пен аң жетіспегені ме? Шынымен ақ, олар неге мұхитқа қол сағады? Мұны саған бірден айтып түсіндіру қиын, деді Кристо. Өзі есінеп тұрып. Ұйықтайтын уақыт болды. Байқа, әлгі хауызда жатып жүрме, әкең ренжір, деді де Кристо кетіп қалды. Ертеңгісін ерте келсе де, Кристо ихтияндырды орнынан таба алмады. Тас еден су-су болып жатыр екен. Сірә теңізге кеткен болар. Оқушылар, алтын балық әңгімесімен толық таныстыңыздар. Енді сіздерге шығармашылық тапсырма. Мәтінге сүйеніп, қандай сурет салатыныңды айт және әңгімеле. Өздеріңізге ұнаған белгілі бір тақырыпты таңдап алуларыңызға болады. Бірінші тақырып – ихтияндардың бейнесі. Дельфинге мінген ихтияндыр. Ихтияндардың өлімі. Ихтияндардың ғажайып әлемі. Теңіз. Оқушылар, біз алдыңғы сабақта Адам балық фильмін көрген болатынбыз. Енді Вен диаграммасы арқылы мәтін мен фильмнің ұқсастықтарын және айырмашылықтарын орындаймыз. Мәтінде үйі, дельфин досы, Кристо,
су киімі туралы әңгімеленеді. Дұрыс айтасыздар оқушылар. Фильмде маржан тастар, жауыздық, Дон Петро, қанатты шошқалар, махаббат, отбасы және бақытты өмір сәттері көрсетіледі. Дұрыс. Алтын балық мәтіні мен фильмінің ұқсастығы: әкесі дәрігер, су адамы және теңіз. Үйге тапсырма, мәтінді түсініп оқу. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.